бастамаларды жатқызуға болады. Қазақстан көптеген халықаралық ұйымдардың белсенді мүшесі болып табылады. Олардың ішінде Біріккен ұлттар ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, ТМД және тағы басқалар. 1992 жылы 2 наурызда Біріккен ұлттар ұйымы бас ассамблеясының 46 сессиясының қорытындысы бойынша 46-тан 224 қарармен Қазақстан Республикасы Біріккен ұлттар ұйымы мүшелігіне бірауыздан қабылданды. Бүгінгі таңда Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының 15 өкілдігі жұмыс істейді. 1992 жылы қаңтарда Қазақстан Республикасы Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық жөнінде ұйымға кірді. Бұл ұйым ең алдымен Қазақстанды ауған мәселесін шешу бойынша серіктес көреді. Елдің бұл ұйымдағы басты жетістігі оның 2010 жылғы төрағалық етуі болып табылады. Осы жыл ішінде Қазақстан жоғары нәтижелерге қол жеткізді. Оның ең бастысы 11 жылдық үзілістен кейін Астана Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық саммитін өткізу. Саммит қорытындысы бойынша қауіпсіздік қоғамдастығына қарай Астана декларациясы қабылданды. Шанхай ынтымақтастық ұйымы Қазақстанның жақын орналасқан мемлекеттермен қарым-қатынастарға ерекше көңіл бөледі. Қазақстан осы ұйымның пайда болуының бастауында тұрған 5 мемлекеттің бірі. Шанхай ынтымақтастық ұйымының құралғаннан бері Қазақстан ұйымның жұмысына белсене қатысып, 2010-2011 жылдарда арналған ұйымның төрағасы болды. Ұйым аумағының орталығында өзінің географиялық орналасуына байланысты маңызды орын алады. Ислам ынтымақтастық ұйымы 1995 жылы Қазақстан мүше болды. Ұйым негізінен қатынастар стратегиялық деп аталатын араб елдерінен тұрады. 2011 жылдың шілдесінен бастап төраға болып сайлануы осы ұйымдарға ерекше жетістік болып табылады. Қазақстан ұжымдық қауіпсіздік туралы шартқа қол қойған алғашқы 6 елдің қатарында болды. 2002 жылы Мәскеуде ұжымдық қауіпсіздік туралы келісім сессиясынан кейін қатысушы елдер келісім негізінде ұйым құруға шешім қабылдады. 2009 жылы ақпанда ұжымдық күштер ұйымдастырылды. Қазақстан бастапқыда ТМД негізін құруға және оның жұмысына белсене қатысты. Қазақ тарапының бастамасымен 1991 жылы 21 желтоқсанда Алматыда кездесу ұйымдастырылып, Алматы декларациясына қол қойылды. Бүгінгі таңда тәуелсіз мемлекеттер достастығы халықаралық қатынастардың барлық салаларында қатысушы елдердің терең өзара ықпалдығына байланысты Қазақстан сыртқы саясатында үлкен рөл атқарады.